Айнуа Мановна, сөз сізден. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім кеңесіне берген тапсырмасына сәйкес, Білім және ғылым министрлігі оқуға құштар мектеп жобасын бекіткен болатын. Осыған орай мектебімізде жоспарлы түрде оқуға құштар мектеп жобасы аясында көркем әдебиеттер өздеріңіз көріп отырғандай 4 бағыт бойынша жүзеге асырылуда. Білім берудегі кітап оқуға үйрету мақсатында біз ең алдымен оқу сауаттылығын жүзеге асыру болып табылуда. Оқу сауаттылығы қазіргі кезде ең маңызды көрсеткіш болып отыр. Оқу мәдениетін және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын қалыптастыру үшін міндетті түрде көркем шығармалар жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі таңда қатты қойылатын талап ол тілдің тазалығы, ойдың жүйелілігі, сөздің дәлдігі, көзқарастың ерекшелігі. Оқырман шығармадан алған білімін өмірде пайдалана алу керек деп есептейміз. Осы мәселе төңірегінде өз жұмысында сауатты атқарып жатырмыз. Ендеше шәкірттерге дұрыс бағдар беріп жүрміз бе? Шығармалар мен оқулықтарды дұрыс оқыта алып жүрміз бе? Осы мәселе біздің баяндамамыздың өзектілігін айқындап тұр. Алға қойған мақсат өз іс тәжірибемізден бөлісу болып тұрады. Енді жалпы кітапханашы мен педагог немесе беру қажет. Бұл жерде жазушылардың шығармаларының халық қазынасы екендігін, сонымен қатар әр шығарма қазақтың рухани байлығы, төл құралы екенін, жаңаша технологиялармен меңгерту арқылы оқуын, алдын ала білім алушыға тапсырма беру, тапсырма бойынша пікірлесу, мәтінмен жұмыс жасау, шығармаларының өміршіндігін түсіндіру керек. Шығарма оқуға нақты қадам жасау мақсатында төменгі сынып оқушыларына біз көбінесе жиі диалог әдісін пайдаланамыз. Білім алушыларға алдын ала оқуға ұсынылған шығарма бойынша проблемалық сұрақтар беріледі. Жауабын табу үшін шығарманы толық оқуға, талдауға жұмыс жүргізіледі. Себебі ол сұрақтар әлеуметтік желіде жоқ. Сұрақтарды біз шығарма желісі бойынша құрастырамыз. Білім алушылар амалсыз оқуға міндетті болады. Бұл сұрақтың жауабын отбасымен бірге іздеуге жұмыс жүргізіледі. Осы жұмыс нәтижесінде екі мәрте диалог әдісі және отбасымен жүзеге асырылады. Келесі сөзге әріптестерім. Құрметті әріптестер, сонымен қатар жаңа айтып өткендей, алдын ала ұсынылған шығарманы оқыған соң білімдерін тексеру мақсатында мектепте әртүрлі қызықты шаралар өтіп тұрады. Бұл шараларда міндетті түрде белсенді оқыту әдіс-тәсілдерін жүзеге асырамыз. Көбінесе оқушыларымыз попс әдісін, қызық қиын құнды әдістерін, инсерт әдістерін, диалог әдістерін жиі пайдаланады. Айталық, Атымтай Жомарт шығармасы бойынша Ыбырайдың оқу жауабына үңілсем, оқушы попс формуласын пайдаланып жауап берген. Айтады, менің ойымша Атымтай Жомарт өз дәулетін тек өзіне жаратуда, әдебиетте жалғыз шығып жүруден қорыққан адам дейді. Себебі Атымтай Жомарттың күнәлі болудан қорқуы жүрегінің иманы мен рух биіктігіне байланысты деп білемін. Елде қолында жоқ болғаны мен көңілім бай, байлығым, жомарттығым Атымтайдай деген сөз таралса, көңілі түскен адамға көл болу, астындағы атын түсіп беру тәрізді мырзалық пен мәрттік қасиеттер жомарттықпен ұштасады дейді. Осы өмірмен байланыстыра отырып, осындай Атымтай Жомарт сияқты мәрт адамдарды іздейді. Алайда мәрттік бәрімізге тән бола ала ма? Әрине кездестіруге болады. Соңғы Лаврентийдің Жер үй фильміндегі Орынбайдың мәрт мінезімен ойыстыратынын көруге болады. Сонымен қатар тағы да мектебімізде ашық есік күндері өтіп тұрады. Ашық есік күнде дәстүрге айналған өздерінің идеясын сату жәрмеңкесі жүзеге асады және буккроссингтер кітап көрмелері жиі өтіп тұрады. Сол жерде өзінің жобасын жәрмеңкелеген идеясын ұсынған оқушының ертеңгі өскен бала рухани мүгедек адамға деген шығармасы ой тастарлықты ата-аналарға үлкен жүк артты. Мұндағы ертеңге қанып өскен баланың артықшылықтарына тоқталып отырып, кітапханаға келушілер менен ата-ананың баласына әженің ертекке айтып беретін зерттеу жұмыстарын жүргізген. Сонымен қатар мектепте буккроссинг жобасы жүзеге асырылып, жұмыстар атқарылуда. Буккроссингтің ережесі барлықтарыңызға сай белгілі. Бірақ алайда біздің мектептегі өзгешелік мынау жалпы кітап оқығаннан кейін сол кітаптың мұқабасында сұрақтар кітапшасы бар. Сол сұрақ кітапшасына оқырман оқып болғаннан кейін өз сұрағын қалдырады. Тура тапқан нағыз керек деген сұрақтарды тапсырады. Сол сұрақтар қоржынынан оқушы келесі оқырман сол сұраққа жауап іздеп және жауабын жазып кетеді. Осылай жалғаса береді. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсаринді эссе жанрында да қарастырып көрдік. Эссе қазір білесіздер олимпиадада да, жаралыстану бағытында да, сонымен қатар қоғамдық гуманитарлық бағытта да, қорытынды аттестатта да эссе жазылады. Сонымен қатар магистратура, докторантураға түсуге де эссе талап етіледі. Сол мақсатты жүзеге асыру үшін біздің мектепте 10-11 сынып оқушыларға республикалық Ыбырай Алтынсарин ұлттық орталығында эксперттік
кеңестерден қорғалған ісі жазып үйренейік курсы жүзеге асырады. Сол курста оқушылар кестеге салып, тезисін, аргументін, фактісін анықтап, нақты эссе жазады. Мына жерде мінекей Атымтай Жомарттың әңгімесіндегі Атымтай сөзін не талдап жазған эссесін көре аласыздар. Сонымен енді сөзімізді түйінге келе астыру үшін мектепте заманауи тиімді технологияларды пайдаланған дұрыс. Қорытындымызда біз әлді әлсіз мүмкіндік қауіпті жақтарын талдап та үлгердік. Сонымен үштік одақ жүйесі жұмыс жасады, табысты оқу жүзеге асты, оқушылар түрлі байқаулар мен жеңімпаздардың, ғылыми жобалардың, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары атанды. Сонымен қоса, оқушылардың кітапханаға бару белсенділіктері 50%-ға артса, мұғалімдердің бары 58%-ға артып отыр. Ата-аналардың оқу деңгейі 30%-ға артты. Әрине, ата-аналардың оқу деңгейі 30%-ға арту ол аздық етеді, ал жерде кітап қорының аздығы кедергісін тигізді. Біз соны мүмкіндік ретінде кітапхана қорын көбейтуді жоспарлап отырмыз, оған демеуші тартпақшымыз. Қауіпті жағы әлемдік пандемияның әсер етуіне байланысты кітап оқығаннан гөрі әлеуметтік желілерден шығармалардың қысқаша фабуласын оқи салумен шектелгендері де бар. Алдыңғы жыл мен соңғы жылдардың мына жерде өткен шаралардың салыстырмасын көре аласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойылыңыз. Керемет Бәну ханым, Амандық мырза, сіздердің кітапханамен бірлесе отырып, тіл мамандарының қалай жұмыс жасауына, қандай тақырыптарды жүзеге асыруға болатын нәтижесін көріп отырмыз. Тың еңбек жұмыстар жасаған екенсіздер, сіздерге үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма, құрметті қауым? Бәну ханым мен Амандық мырзаға сұрақтарыңыз болмаса, үлкен рахмет сіздерге. Келесі сөзді біз Не секрет,